Сәлем, қаскелен, қалдарыңыз қалай? Наурыз құтты болсын. Бірақ өкінішке орай, наурыз келген кездегі ең керемет, еске түсіретін әжелеріміздің, аналарымыздың керемет тағамы наурыз көжені барлығы өзіне былай айтқанда мүмкіндік ала бермейді жеуге. Неге? Себебі барлық урбанизация қалаға көшуде, әрдайым сол кезіндегі мына керемет сүрленген етпен жейтін наурыз көжеге қол жетсе бермейді. Тіпті ұмытып қалғанда шығар қазір үйдегі балаларыңыз. Осыған байланысты біз Сергейлік кафесімен сіздерге еске түсіріп, наурыз көже қалай дайындалады? Жалпы рухани жаңғыру, өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды қайтадан еске түсіру үшін арнайы келдік. Бізбен бірге болыңыздар, наурыз көже туралы көбірек ақпарат береміз. Ал енді наурыз көже вообще қалай дайындалады? Наурыз көже 7, 9, 11, яғни қолдан келгенше тақ сандағы тамақтардың санын қосу арқылы, былай айтқанда керемет бір тамақ дайындалады ғой. Енді біздің қолымызда қазір не бар? Мен сіздерге айта өтейін. Ол бізде қазір сары жүгері, көріп отырсыздар, қызыл жүгері, күріш, бидай міндетті түрде. Енді жағдайларына жетіп отырса, сметана, құрттың бөлек езіп береміз. Сүзбе, обязательно сүзбе. Енді тұз, ол дәрумен міндетті түрде болу керек. Және бұл наурыз көженің тамақтың өзін бір кәдімгі сән мән беретін адамдардан бөлек ол керемет сүрленген ет. Енді етке қатысты көп әңгіме бар. Енді сіздер бәріңіз базардан алатын шығарсыздар, бірақ қолдан келсе етті арнайылап бөлек соғымнан қалған етті аласыз, сосын сүрлеп бөлек кептіресіз. Сол кезде барып, прям еттің ішінде прям сокі шығады ғой. Оны қазір біз дайындағаннан кейін жеп жатқан кезде бөлек көрсетеміз. Все, достар, енді бір жарым 2 сағаттай етті жай астын басып қойып қайнатып пісіреміз. Ал мінекей достар, кішігірім уже бүлкілдеген дауыс шығып жатыр, сол үшін ашып көрейік. Еттің бәрін қазір енді әдемілеп шығару керек та. И одан бөлек біздің дайын тұрған басқа жерде ас пейген. Бұл еттерді қазір біз ала береміз. И одан кейін мен дайындап қойған бағанайын бөлек кастрюльдерге астық қой. Соның барлығын тағы да бір бұқтырып аламыз ғой, щоб еттің сорпасының дәмін өзінің бүкіл денесіне сіңсін деп ше. Кеттік. Кім айтты саған наурыз көже пісіру оңай деп? Енді мынау ақ жүгеріден жіберейік. Асылған. Енді қонақтың санына қарай өздерің көресіңдер ғой. Біз пока екі ожаудан әдемілеп бір өзімізге пісіріп, между собой ішіне жесек. Тағы біреу. Жігіттер, мынау гречка емес, мынау бидай, асылған бидай. Так, жігіттер, мынау уже бағанағы сары жүгеріміз ғой. Бұның барлығын арнайы асып алып кеп қойдық қой. Сол үшін дайын күйінше салып пісіре береміз. Чо, достар, енді мынаны бөлек қазір бүкілдеп қайнаған күтеміз. Одан кейін уже бәрін біткеннен кейін кеспені саламыз, үстіне етті салып аккуратно тағы бір бұқтырып аламыз ғой. Жігіттер, короче, енді әркім вкус не спорит дейді, бірақ енді әдемі болу үшін сүзбені арнайы қайнап тұрған сорпаны қосып, как положим бір қолдан келгенше араластырып, сосын барып, қайтадан сол қазанның өзіне жібереміз ғой. Етті бәрін майдаладық, бөлек, мына жерге сүзбені араластырдық, прям сок болып тұр ғой. Просто для эффекта ғой, былай жасаймыз. И обязательно қазын,
Бұл бөлек салу керек. Но Құдай қаласа, әр жаңағы сорпаның ішіне бөлек тағы свежий қаздың бөлек салып кетеміз ғой. Супер ғой брат. Ничего, жігіттер қауымы әсіресе әйелдер бізден жақсы біледі ғой, бірақ осылай дайындайсың. И әдемілеп саламыз. Ну что, қазақ қауымы, жалпы наурызды шынымен өте керемет отбасының ішінде осылай бір наурыз көжені жасап, қазақша дастарханды жайып қарсы алу керек деп ойлаймын. Бұл біздің ұлттық бір мейрамымыз. Бұл жалпы біздің өскен ұрпаққа рухани құндылықтарын еске салу үшін бір жасалған бір мейрам десек болады. Сен кімсің? Сен несің? Соны еске түсіретін бір момент. Жалпы енді үйде тамақ жасай алмайтын болсаңыздар, онда міндетті түрде Қарасай ауданындағы жалғыз десем болады. Қазақи құндылықтар дәріптейтін, қазақи дәстүрлі тамақтардың мекені болған Сергелге келіп, енді наурыз айы бойынша осы наурыз көжені пісіреді. Кел, көр. Ал енді біздің пісірген наурыз көжеміз осындай. Іште еті, қазысы, қартасы, 7-ден астам неше түрлі дәрумендер қосылған. Бір дәмін көріп эмоциямен бөлісейін, ал бісміллә. Ыстық екен. Супер ғой. Енді ешқашан аспазшы өзінің тамағын жамандамайды ғой, бірақ сонда да соны білу үшін қаншалықты дәмді пісіретін көргің келетін болса, міндетті түрде кел. Дәмін көр, өз пікіріңді қалдыр.